табысты таптың, еңбектендің, сенің еңбегің. Пожалуйста, енді үйленетін уақыт келді. Үйленген кезде де кім керек болды бізге? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам керек. Так, қараймыз, пайғамбар қандай адам таңдады? Не, дұрыс айтады ма, машалла. Үйленетін кезде қайсысын таңда деді? Данасын деп жатыр, көрдіңіздер ма? Данасын. Құдайдан үмітін үзбейтін. Ибрахим пайғамбар баласына әйел таңдаған кезде айтты ғой, қандай әйел еді? Шүкіршілігі бар әйел еді ғой. Үйде ештеңе жоқ, бірақ Құдайға шүкір ет жеп жатырмыз деді ғой. Алла еттеріңе берекет берсін деп еді. Дүниедегі ең көп Меккеде ет сойлатын болды ғой. Көрдіңіздер ме? Ибрахим пайғамбардың берекеті. Пайғамбарымыз деді саллаллаху алейхи уассалам, Ибрахим Исмайылдың әйелін нан бар деп айтып жіберу керек еді ғой деп айтады дейді. Наныңа да береке берсін дегенде Меккеде бидай өсетін еді деп айтқан екен. Қазір ештеңе өспейді ол жерде. Сондай шүкіршіл үйінде бірдеңе көрген қызды ал деп жатыр ғой пайғамбардың өзі, көрдіңіздер ма? Сұлулығына бір айдан кейін уже көзің үйреніп кетеді, оның сұлу емес екенін білмей қаласың. Сұлуынан жылуы деп айтатын сол. Жылу бере ала ма, бере алмай ма, сол проблема осы жерде. Көрдіңіз ба?